Көмеулі қасқыр. Біздің ауылдың адамдары қыс айларында кешке қарай малдарын қоралап, жайлап болған соң бір үйге жиналып, соғымның етін астырып, шай үстінде қызу әңгімеге кірісетін. Көбінде сөйлейтін жасы үлкен аңшы, қақпаншы ағамыз Мәкен Мамытбай. Мәкен кәнігі аңшы, қыс айларында ел маңайындағы қасқырларды сонарлатып қуып, астындағы мейіздей жаратып қатырған тор төбел атымен қуып жетіп, соғып ала беретін. Осы Мәкен, қасқыр деген түсі суық қауіптан ғой. Қарама қарсы бірме-бір кездескенде сескенбейсіз ба деген біздің сұрағымызға. Әй балалар-ай, қанша түсі суық дегенмен, тайсалмай қарсы барасың ғой. Тек жүрек мықты болсын де, Тәңірім оларға 100 кісінің жүрегін берген шығар дейсің. Саған қарсы қарап, азу тістерін ақсита, аузын арандай ашып, от болып жанған қып-қызыл жанары шатынай қарап ұмтылғанда, қандай жүректі деген пенденің өзі де бір селк етері сөзсіз ғой. Ол арада сезімге берілетін уақыт қайда? Қолыңдағы қаруың сойылмен қара тұмсықтан дәлдеп ұрып, шаруасын бітіресің. Бұл қақпанға түскен қасқырға істер амалың. Ал қансонарда қуып жеткен қасқырың арлан болса, соңғы минуттарда чорт бұрылып саған атылар анық. Аңшының өзіне сай аты да мықты болу керек. Бөріні көп қуған ат та сенің әр қимылыңды аңғарып келе жатады. Мысалы, бөріге жетіп сойыл сілтер жерге келгенде, сенің тізгін қағуыңды қапысыз сезіп, бөрінің оң қапталына оңтайланады. Бөрі саған қарай атылғанда, ол жалтармай бағытымен көсіле береді. Себебі ол жануар да болса, үстіндегі саған есіне сеніп келеді деп, Мәкен сүлгімен маңдай терін бір сүртіп алып. Қош, бұл қыстағы аңшылық қой. Ал енді өткен жаздағы мына бір оқиғаны тыңдаңдар. Қалың құмды кесіп өтіп, Бестөбедегі қоныс ақсақалға сәлем бергелі ауылдан шықтым. Төтелеп тартып келемін. Қалың құмнан шыға бері алдымдағы кең жазыққа көзім түсті де, тізгінді тартып ер үстінде еңкейіп, аттың басын бұра бердім. Құмның ылдиына түсіп, атымды байлай салып, жаңағы жазыққа чоқа тасасынан баспалап, алдымдағы көрініске қарай қалдым. Жазық жерде бір-екі қасқыр біріне-бірі қарсы қарап тұрып алып, жерді бұрқыратып қазып жатыр. Иығымдағы мылтықты алып жалғыз оқты салдым. Атпақшы болып оқталдым да ойланып қалдым. Жоқ, мұның ақырын күтейін дедім. Жатқан жерім үлкен дүзгіннің тасасы. Жел алдымнан бөрілердің ықжағындамын. Сәлден соң әлгі қазылған шұңқырға біреу мойнын созып жатты да, екіншісі оны көме бастады. Міне қызық, бұл сонда не болғаны деп аң-таңмын. Көмілген қасқырды жер бетінде басымен шошайған екі құлағы ғана қалды. Оны да қалың жусанның арасынан анықтап қараған адамға және көрінеді. Ал анау екіншісі шаруасын бітірген соң жазық даламен жорта жөнелді. Бөрілердің мына құпиясына санам енді ғана жеткендей болды да, арада бірсыпыра уақыт өткенде әлгі құлағы қылтиған қасқырдың басын көздеп тұрып, жалғыз оққа тапсырдым. Енді әлгі жортып кеткен қасқырдан бір хабар күтіп отырмын. Біраз уақыт өткеннен кейін ол кеткен жақтан қалың шаң көрінді. Бұны көрген мен, бәсе солай болу керек еді ғой деп, ішімнен қасқырлардың қулығына мырс етіп күліп алдым. Сөйткенше қалың киік әлгі көмеулі қасқыр жатқан жердің үстімен дүркіреп өтіп жатыр. Бар киік өтіп
alkınıp, teli salaqtagan manağı kasqır kelip, mına kömülünü talay bastadı. Sol gözde men ekinci okmen muну da sılattım. Äni, bul kasqır degen anaw mınaw adamnyň mına kuwandyk kurdasymdan akyldyma dep kaldym. Gün geçgürgüsün 5 dögegi barudy ertengi kaldyryp, 2 kasqyrdy 2 ganjamaga böktürip aldym da üýge gaýtdym. Kalyk awuz edebiýeti. Okugan kabilit bedilgan. 2026 ýyly kantar. Äňgime unasa arnama terkelip goýmuzlar. Agaýyn.